балам тұр, шайыңды іш, тамағыңды дайын, қажы қартам дейсің бе? Аппетит ашылып кеткен ғой. Неше түрлі қызық бар ғой. Бір күні сүртіп тұрсам, бір кезде бет қалсам, тұр ауылда жеңгем болып қалғам ғой. Қайным, тұр шайыңды іш. Неше түрлі ғой, қарны ашқан кезде жаман ғой. Сүртіп атсам, атам ақсақ қоған ғой, сақалды. Болды ма? Иә. Міне, костюмің дайын. Так. Мал, шалбарым берсеш. Шалбарым бере сал. Шалбарың так киесің бе? Сен қызықсың ба? Мен не сонда үстіме костюмге бұтым жалам бұт барам ба неме? Иә, қазір. Немене миың ашып жүрсенің, қызық бар ма? Кешке жіберейін тұрсың ба? Атамдан бал немене күтіп жатсың сен? Мынаның астын үстесейші ме шалбарын? Ой, иә, қазір. Не оғын? Ой, демей ашып. Біресе өзің дайындал, біресе киім дайында, біресе атам дайында. Не болды? Продуктіге барамыз ба? Сен осы продукттен басқа не білесің өзің? Қайдан білейін? Продуктіге барамыз. Саған тұрмысқа шыққалы бері продукттен басқа ешқайда шыққан жоқпын ғой. Қойшы отырсақ баш өткені продукты базарға бардың бар жағында. Кейін базарға да тағы барып қайттың. Иә. Вечерге барамыз. Вечерге пати. Закрытый банкет. Пати, вечеринка. В общем, продуктыға барамыз. Дайындал берші. Сол жақсаң түсіндір. Рахмет. Рахмет, өзің. Кіре беріңіздер. Рахмет. Қай магазинге продуктыға барамыз? Ол магазинде бар ғой, бәрі тегін. Тегін, ақша төлемейсің, жей бересің болды. Қалай сонда? Төленіп қойған. Ойбай, ол қандай магазин соншама? Сұрық өтіп кеткен заттар шығар. Ондай болмайды ғой. Неге? Жоха ғой шақырып атқан. Соған барымыз керек. Не, туған күні ма не? Қайдағы туған күні, басқын туған күні білесің ғой, мен 10 күнге бірақ кетем ғой. Иә. Жоға шақырып атыр. Келіншектермен кеңдер. Келіншектер барын. Келіншектер жоқтарын қыздармен кеңдер. Бойдақтар кеме қойыңдар. Соған амал жоқ, сен екеуміз барымыз керек болып тұр. Неге? Неге? Үйленіп жатыр. Туған күні ма не? Туған күні емес екен ғой. Үйленді ғой. Қалай? Соған келіншегімен таныстырам дейді, семейіне араласайық дейді. Қалай? Оның әп-әдемі сұп-сұлу келіншегі бар еді ғой. Ой, айтпа. Сұлу болғанда шынымен сұп-сұлу еді ғой. Иә. Аяқ қолы балғадай оқтай еді ғой. Иә. Ана бүйтіп жүрген кезде жұмыстағылардың бәрі оянып кететіміз ғой бүйтіп. Ана бүйтіп келген кезде бар ғой, мынандай қысқа юбкамен бүйтіп келген кезде ше, шашым бүйтіп жай жүргенде ошынго еді ғой шашы бар ғой. Ошынго деп кәдімгі. Ошынго деп лақтыратын да. Бәріміз деген жүрістің өзі кәдімгі тақ деп жүрген бәріміз деген. Ұялсашы. Дейді болмайды ғой, сөйтіп қарауға ше, мен де айтам я. Қойсаңдар ше, біреудің келіншегі қойылды деп. Сөйтем ғой мен ше, бәріне. Бірақ бәрі қарай береді олар. Сондай әп-әдемі сұп-сұлу келіншегін бақандай екі баласымен тастап кетті ма не? Қайда, наоборот, Жохан екі баласымен тастап кетті отыр. Қалай? Көзіне шөп салды да өзінің бастығына тиіп кетті. Қойш? Аузыңдан қайтпай, дұрыстап өтсе, қазір күйдіресің. Деп отыр қазір. Қалай сонда екі баласымен бастығына Спокойно. Спокойно, деп өтілмей. Күйдірдің мәне. Айттым осыған күйдірсін деп. Дұрыстап өтемейсің ба, қай жері? Саусағым күйді. Ой, саусақ. Сен шалбарды күйдірдің ба, жаның қалмады ғой. Тоже күйдірмей тұрғанда осыны киіп алмасың ба? Ой, Құдай-ай. Ой, Алла. Кешіре көр. Мен күйеуімнің бір ауыз көзіңе қараға деген сөзіне қарсы шығам деп саусақтарым күйдіріп алдым. Ал жұрттың келіншектері күйеуінің көзіне шөп салып басқа біреуге тиіп кет жатыр. Олардың жағдайы не болады екен? Ойбай, жаман ғой.
Ой, Құдай сақтасын. Мынаған бас жағу керек. Қалай? Әп-әдемі болып кеттің. Да? Сұп-сұлу болып кеттің. Иә. Қыздардың бәрі сөйтіп айтады ма? Ау? Қыздардың бәрі не? Жоқ, қайда қыздар емес. Қыздардың бәрі дедің ғой? Жоқ, қыздар емес, қырғыздардың бәрі сөйтіп айтады дейді. Қай қырғыздар? Базарға барса қырғыздардың бәрі сөйтеді ғой. Адам болып қоясыз. О, байеке адам болып қоясыз деп. Қыздар сөйтеді ғой. Кешке жіберейін деп тұрсың ғой. Аспанға қараймын жұлдыз. Ей деп тұр. Ел қой. Тыңдашы. Ей деп тұр. Мен бармай қоя салайыншы. Не, билей алмайсың ба не? Жоқ, не, ыңғайсыздан бір түрлі ғой. Өзің бара берші, шын айтамын. Үйретем ғой, қорқпасайшы. Ой, қойшы. Аспанға қараймын жұлдызды сана. Қыздар сөйтейін. Ұмыт қалыпты ғой. Айтам, мен продуктіге бара берейінші. Давай, кейін, кет, болшы. Басыма қазір кешеміз. Киім тұрғанда басқа киіп алсайшы, нормальный киім киіп алшы. Не, бұлай кіргізбей ма не? Жоқ, кіргізеді ғой, бірісі. Кішкене бүйтіп, кішкене үст барысың ба не? Иә? Бір әдемі көйлек киіп алсайшы, кішкене анау қысқалау бір әдемі. Менде бұдан басқа көйлек жоқ, осы сосын тура осының қызылы бар. Вообще көйлегің жоқ па не сен? Жоқ. Мөлдір жоқ көйлегің. Маған керек емес, мен үйде отырмын ғой. Қойшы. Давай, не емес, проблема емес, ақша бар ғой, ала саламыз жолдан. Жоқ, керек емес. Мен сыйлық. Қажет емес маған, шын айтамын. Жарайды, айтпай ақ қой. Жоқ, жетеді маған осы екі. Айтпай ақ қой, ана бір сары көйлегім бар еді, кім? Қай сары көйлек? Жоқ, сен деймін. Бір сары көйлек әперемін, бір әдемі. Керек емес маған, жоқ, бір көрген мен саған специально көріп қойып едім арнайы. Жоқ. Осы саған бір әперіп қояйыншы деп. Размері қандай еді сен? Шын айтамын, маған қажет жоқ, осы берсін қызы бар. Болды, өзім тауып аламын, сен размермен Ләйләң сияқты ғой, общем, болды. Тура сол ғой, общем. Қай Лейла? Немене? Мен саған ештеңе деген жоқ қой. Лейла дедің ғой сен? Жоқ, Ләйла қалқамай деген әндер болады деп жатырмын да. Өтірік айтпашы, мен құлағым естіді ғой, Лейла дедің ғой. Жоқ, мен саған ештеңе деген жоқпын деймін ондай. Білдім қай Лейла. Өтірік соқпа, сенбе олардың бәріне, ол бәрі өтірік. Ондай ештеңе болған жоқ. Әпкең Лейланы айтасың ба? Ой, оны кие алмаймын мен. Тура сондай ғой, размер сен, бәрі бірдей емес па? Рахат өзі тауып береді ғой. Ондай ашық-шашық кие алмаймын, айтып қойдым саған. Қорқпасашы, мен айттым ғой, давай, киіп ал. Киіп ал, бұл жолдан алып беремін. Жоқ, неге қинайсың мені? Қазір барған кезде қалай сен? Қазір бәрі келіншектер не етіп келеді? Әдемі елікте алып келеді. Сен гүр деп апармаймысың? Бәрі тық деп бүйтіп келеді, кукла сияқты. Мен сені түсінбедім. Сен өзің екеуміз үйленген кезде айттың ғой, енді ашық-шашық киінбейсің, орамал тағасың, сәлем саласың, ата-анам сыйлайсың деп. Енді келіп орамалыңды шеш, қысқа ки, атам айта береді дейсің. Қалай сонда? Жаным, мен түсінуге болады ғой, ол кезде бізді жағдайымыз жоқ, жаспыз, енді үйленгенбіз, бізде ақша ештеңе жоқ болды, мүмкіндік болған жоқ. Енді қазір біз жағдай бар, тірлік бар, бизнес бар, қаладамыз, үй бар, баспана бәрі бар. Не ішем, не жеймін демейсің. Былайша айтқанда біз қазір ештеңе мұқтаж емес. Так что бізге болады. Ой, қойшы, мен бәрі қорқамын. Немене қорқасың? Мен айтып тұрмын ғой саған, мен айтып тұрмын, давай. Сол сенің айтып тұрғаныңнан қорқамын мен. Неге болмыз сен? Ой, қойшы. Мен бүкіл сұлулығым, бүкіл әдемілігім саған арналған деп уәде бердім ғой. Сен де сөйтіп уәде бергенсің. Болды ғой енді. Енді келіп алып достарың үшін орамалың шеш дейсің. Сонда сен маған өзің үшін үйлендің ба? Әлде біреу үшін үйлендің ба? Пожалуйста, сенің алдыңда жалаңбас жүре берейін. Бірақ мен көшеге жалаңа шыға алмаймын. Мен үшін істемей қойшы, мен сен білемін ғой дегенді. Мен үшін қазір барғанда сен енді ел қарамай ма саған қызығып, қандай келіншек ертіп алған мынау, демей ма? Қалай ол? Екеуміз үйленген кезде имам некемізді қиғанда айтқан өсиеті есіңде ма? Егер әйел 5 уақыт намазын оқыса, оразасын ұстаса, күйеуінің разылығын алып, арын сақтаса, 8 жәннаттың қалаған есігінен кіреді деген. Мен осы күнге дейін соның бәріне шамам жеткенше амал етіп келемін. Ал сен просто түсінбейсің. Мен жәннатқа кіргім келеді. Переживать етпейші, кіресің саған, кіресің сен. Именно сен кіресің шығарсың не? Жыламашы болды.
Мен кішкене бір нәрсе болса болып тұрады. Деп шығасың. Дерзкая болса, дерзкая. Так, 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 так деп жүретін. Так, так, так деп сөйлейтін болса, не ол? Мен ондай бола алмаймын. Кешір, бірақ мен Құдайдың әміріне қарсы шыға алмаймын мен. Мен саған қарсылық деп жатқан жоқпын ғой, мен саған қарсылық деп. Мен саған жақсы болсын деп жатырмын. Саған жақсы емес жүрген. Мен саған жақсы болсын деп жатырмын. Сен үшін ойлап жатырмын ғой мен. Сен жақсы деген нәрсең жаман болып шығуы мүмкін. Жаман деген нәрсең жақсы болып шығуы мүмкін. Сен білмейсің. Сені, мені, бүкіл әлемді жаратқан Алла жақсырақ біледі. Одан да адам сияқты намаз оқымайсың ба? Намаз ол парыз. Болды, қойш. Не болды сонша? Не? Ақыл айтып өзінше ол. Не, молдасың ба не? Не, фанат болмаса, фанат етеді. Не болды сонша? Фанат болып кеткенсіңдер еді. Атаң екеуі. Бір жағынан сен шығасың, бүйтпе. Әкем шығады. Бүйтпе балам. Жамандық істеме, намаз оқыма деп әкем. Ой, істеме, жата бер, сіз айтып жатқан жоқпыз. Не болды? Не болмады десеңші? Намазыңыз қабыл болсын, ата. Әмин. Ай, не болды? Істеме болған жоқ. Жат, демала берсең, ешкім сіз шақырған жоқ. Даусың жарқын шығып жатыр ғой. Бұдан да қатты шығатын еді, сізге қалдыңыз ғой. Не болып қалды енді? Істеме болған жоқ, ой. Сіздің әңгімеңіз сол баяғы. Келіңізде әңгіме айтып, ақылды болып маған, екеуіміз. Жоқа шақырған, Жоқа. Құтты болсын. Құтты болады, қалай құтты болады? Қалай бар, мен бар соға барайын десек намаз оқы, бір нәрсе өйтпе, жаман істеме. Сол намаз кейін-ақ оқысақ болады ғой, жас келген кезде. Қазір жаспыз ғой, жүріп қалмаймыз, ертең өйіп жүргенде өтіп кетсек не болады ал? Бәрі қалады. Кім шақырып жатыр дедің жаңа? Жоқа шақырып жатыр. Сол кездесулеріңді кейінге қалдыра салсаңдар болмай ма осы? Не деп тұрсыз, әке, білесіз ба не айтып тұрғаныңызды? Жоқа шақырып жатыр, сізге анау-мынау шақырып жатқан жоқ. Жоқа базген шақырып жатыр. Егер мен бармай қалайын соған, бітті бәрі. Ол күнде кімді болсын соны шақырады дейсіз ба? Таңдап шақырады ол. Соған мен ілініп отырмын, білесіз ба? Ертең бармай қалайын, жұмыстан кетеміз, қайттан бейшара отырамыз сөйтіп. Кейінге қалдыр дейді ғой, кейін. Қалай қалдырасыз соны кейінге? Бастық шақырып отырса. Мәне балам, намазда тура осындай. Оны қалай кейінге қалдырмақсың? Жоқ, енді ол деген, ол бізді жаратқан Алланың тікелей бұйрығы ғой. Ол деген мұсылманның миғражы емес пе? Адамның Аллаға ең жақын сәті басының сәждедегі кезі делінген. Пайғамбарымыздың өзі, намаз көзімнің қарашығы деген жоқ па? Балиғатқа толған әрбір мұсылманға парыз нәрсе бұл. Қасиетті Құранда, Мұхаммед, саған уақи етілген кітапты оқып, намазды орында. Күдіксіз намаз арсыздықпен жамандықтан тият делінген. Бізге мұна жерді бесік, көкті шаңырақ, күнді шырақ етіп берген Аллаға неге шүкір демейміз осы, Как будто мен шүкір демей жүрген адам сияқты. Шүкір деген менде ақ болсын. Мен шүкір деп келе жатырмын ғой мен осы күнге. Шүкір, мен тағы айтамын. Шүкір. Құр ауызбен айтқан шүкірлік аз болар балам. Қойыңыз. Шынайы шүкірліктің дәлелі ол намаз емес пе? Барлық күнәлары кешіріліп қойған пайғамбардың өзі аяғы ісігенше намаз оқитын. Оған келіп, я Алланың елшісі, сіздің алдыңғы және соңғы күнәларыңыз кешіріліп қойған ғой. Неге сонша өз-өзіңізді қинайсыз дегенде, мен шүкір еткен пенделерден болмайым ба деген. Құрғақ қасық ауыр жатады дейді балам. Әке, түсіндім. Босқа ауызбен шүкір дей берме дейсіз ғой. Мен ода емес проблема, да? Әке, мен оқимын, да? Мен оқиып, білесіз ғой, мен баяғыда оқыдым. Қалаға келген кезде, грузчик болып жүргенде, ол жерде намаз оқитын жер бар еді. Қазір жұмыста намаз оқитын жер жоқ қой бізде. Қалай қойсыз? Намаз оқу үшін ең бастысы жер емес, иман мен махаббат болса болды емес пе? Өзіңде жақсы білесің ғой, балам. Әке, оны оқимын мен. Ода проблема жоқ, әке. Оқимын берсе.
Күнде айтып жатсыз ғой, өйстіп жүріп оқып жіберетін сияқтысыз ғой бәрібір. Бірақ әке, мен бір нәрсе сұрайын деп едім. Сіз рұқсат бересіз ба? Жақсы нәрсе болса неге бермеске? Келіңіз екеуміз ана жоға шақырған жерге барайық. Барыңдар, рұқсат, оған рұқсат. Оған бересіз ғой рұқсат, бірақ тағы бір нәрсе сұрайын деп тұрмын ғой, соған просто келініңіз әшейін бір кішкене әдемілеп, бір киініп, прическа жасап барсақ деп екеуміз ақылдасып. Тәйт, балам, не айтып тұрсың? Жоқ. Келінің орамалына тиіспе. Әйел орамалын шешсе арыны ұмытады, күйеуінің барыны ұмытады, шашы тамаққа түседі, ал өзіне өзгенің көзі түседі. Ол деген, бізді жаратқан Алланың өзі парыз еткен нәрсе ғой. Жоқ, мен түсінбейдім, әке, түсінбеймін. Неге сол келін міндетті түрде халат дамбал киіп алып, бір униформа киіп алып, кәдімгі келіндерске униформа деп жазып, басына орамал тағып алып, келгендерге сән берді деп сәлемдеп иіліп жүру керек ол. Он бір формально істесе ма, формально, просто бит істесе болды, өтірік қой бәрі. Сонша азаптап не болды сонша ол? Адам ғой оларда. Түсінбеймін соны бір. Қыз қалыптан әйел қалыпқа көндіретін ол сәлемі, жат жұрттың алдындағы әдебі. Қыз күнін қиып, қыдыруын тиған әйел ғана қатын болады. Қатын болған әйелдің қазаны отқа жақын болады дейді. Құрсағын кеңейтіп бала тапқан ана болады. Басқа салғаннан ой түйіп, бойын түзеткенге Құдай өзі пана болады. Үлкендің айтқанын бойына сіңіріп, өзі де сол әулетке сіңе білген келін ғана дана болады. Дінімізде әйелдің ашық-шашық жүрмеуін оларды төмен санағандықтан емес, керісінше қорғау, абырой беделдерін сақтау мақсатында бұйырған. Әйел әдемі қылып орамал тағуымен көрікті, жарасымды қылып ұзын киюімен ибалы. Қазақтың есті қыз етегін қымтайды деуде бекер емес. Мына бағалы деген алтын тас жер қойнауына жасырулы. Действительно. Мөлдіреген маржан тас теңіз түбіне жасырулы. Енді бағалылардың бағалысы, көріктілердің көріктісі, асылдардың асылы, әйел затының да ашық-шашық жүруі құптарлық іс емес, балам. Бақытыңды барында бағала. Анау досыңның отбасын талқандаған шайтан сенің де шаңырағыңды шайқалтып жүрмесін. Құдай сақтасын, әке, не айтып тұрсыз? Құдай сақтасын. Құдай сақтасын, бетіме кетсін. Әңгімеңізге қарап біраз нәрсе түйген сияқтымын, әке. Сіздің сөзіңізге қарасам мен шынында келіншек алған сияқтымын ғой, ақылына көргісі келіншек алған сияқтымын ғой. Рахмет, әке. Артық кетсем кешіріңіз, әке. Әкесі баласына ренжи ме? Барыңдар енді, брау. Ата. Шақырған жерден қалмаңдар. Жылдамдатып барыңдар. Төсегіңізді салып қойдым, ата. Рахмет, келін айналайын. Жүр. Барып қайтайық. Мен бармай қоя салайыншы. Әкем рұқсат берді, барып қайтайық, жүр. Менде бәрібір бұдан басқа киетін көйлек жоқ. Осының қызылын киесінші болу. Жүр, барып қайтайық. Тез барып келеміз ғой. Жақсы, әке. Жақсы. Рахмет, әке. Рахмет. Кешіріңіз. Жақсы көрем ғой сізді. Мына бөлменің светін өшіре салыңдаршы. Аха. Жастар. Шашал десең басалады ғой бұлар. Бөлменің светін өшір десем, бүкіл қаланың светін өшіріп тастағаныз. Жастар.
қалған тамаша қонған жаулығың қандай әсем еді шашың мен сәнің жасырған бәрі бөтен көздерден көшедегі орамал таққаның бақыттың жолын тапқаның иманның дәмін татқаның нұр тұнып жүзіңе арыңды сақтаған түсіңдей таза мақтаның арайлап сонда ақтаның гүл өсер ізіңе ұлтына мақтан ұлдарды тапқан аяулы әже аналарым ардақтап салтын басынан әр күн тастамай өткен орамал таққаның бақыттың жолын тапқаның иманның дәмін татқаның нұр тұнып жүзіңе арыңды сақтағын түсіңдей таза мақтаның арайлап сонда ақтаның гүл өсер ізіңе шариғаттың шәлісіне оранғанда оянғандай ыстық жалын жанарларыңда мүмкін емес жақын келіп қарау жалынға сен осыны сез алдың ба орамал таққаның бақыттың жолын тапқаның иманның дәмін татқаның нұр тұнып жүзіңе арыңды сақтағын түсіңдей таза мақтаның арайлап сонда ақтаның гүл өсер ізіңе шашы тамаққа түседі, ал өзіне өзгенің көзі түседі. Ол деген, бізді жаратқан Алланың өзі парыз еткен нәрсе ғой. Жоқ, мен түсінбейдім, мәке, түсінбеймін. Неге сол келін міндетті түрде халат дамбал киіп алып, бір униформа киіп алып, кәдімгі келіндерский униформа деп жазып, басына орамал тағып алып, келгендерге сен берді деп сәлемдеп иіліп жүру керек ол. Ол бір формально істесе ма, формально, просто бит істесе болды, өтірік қой бәрі. Сонша азаптап не болды сонша ол? Адам ғой оларда. Түсінбеймін соны бір. Қыз қалыптан әйел қалыпқа көндіретін ол сәлемі, жат жұрттың алдындағы әдебі. Қыз күнін қиып, қыдыруын тиған әйел ғана қатын болады. Қатын болған әйелдің қазаны отқа жақын болады дейді. Құрсағын кеңейтіп бала тапқан ана болады. Басқа салғаннан ой түйіп, бойын түзеткенге Құдай өзі пана болады. Үлкендің айтқанын бойына сіңіріп, өзі де сол әулетке сіңе білген келін ғана дана болады. Дінімізде әйелдің ашық-шашық жүрмеуін оларды төмен санағандықтан емес, керісінше қорғау, абырой беделдерін сақтау мақсатында бұйырған. Әйел әдемі қылып орамал тағуымен көрікті.
жарасымды қылып ұзын киюімен ибалы. Қазақтың есті қыз етегін қымтайды деуі де бекер емес. Мына бағалы деген алтын тас жер қойнауына жасырулы. Действительно. Мөлдіреген маржан тас теңіз түбіне жасырулы. Енді бағалылардың бағалысы, көріктілердің көріктісі, асылдардың асылы, әйел затының да ашық-шашық жүруі құптарлық іс емес, балам. Бақытыңды барында бағала. Анау досыңның отбасын талқандаған шайтан сенің де шаңырағыңды шайқалтып жүрмесін. Құдай сақтасын әке, не айтып тұрсыз? Құдай сақтасын. Құдай сақтасын, бетіме кетсін. Бетіме кетсін. Әңгімеңізге қарап біраз нәрсе түйген сияқтымын әке. Сіздің сөзіңізге қарасам мен шынында келіншек алған сияқтымын ғой, ақылына көрік сай келіншек алған сияқтымын ғой. Рахмет әке. Артық кетсем кешіріңіз әке. Ой, әкесі баласына ренжи ме? Барыңдар енді, мынау Ата, шақырған жерден қалмаңдар. Жылдамдатып барыңдар. төсегіңізді салып қойдым, ата. Рахмет келді, айналайын. Ал, жүр. Барып қайтайық. Мен бармай қоя салайыншы. Әкем рұқсат берді, барып қайтайық, жүр. Менде бәрібір бұдан басқа киетін көйлек жоқ. Осының қызылын киесінші болу. Жүр, барып қайтайық. Тез барып келеміз ғой. Жақсы әке. Жақсы. Рахмет әке. Рахмет. Кешіріңіз. Жақсы көремін ғой сізді. Ай, мына бөлменің светін өшіре салыңдаршы. Аха. Ай, жастар, ай. Шашал десең бас алады ғой бұлар. Бөлменің светін өшір десем, бүкіл қаланың светін өшіріп тастағаныз. Ай, жастар. Үркетіп апарам ба бізді? Бәр тоқ деп бітіп береді, кукла сияқты. Мен сені түсінбедім. Сен өзің екеуміз үйленген кезде айттың ғой, енді ашық-шашық киінбейсің, орамал тағасың, сәлем саласың, ата-анам сыйлайсың деп. Енді келіп орамалыңды шеш, қысқа ки, атам айта береді дейсің. Қалай сонда? Жаным, мен түсінуге болады ғой, ол кезде бізді жағдайымыз жоқ, жаспыз, енді үйленгенбіз, бізде ақша ештеңе жоқ болды, мүмкіндік болған жоқ. Енді қазір біз жағдай бар, тірлік бар, бизнес бар, қаладамыз, үй бар, баспана бәрі бар. Не ішем, не жеймін демейсің. Былайша айтқанда біз қазір ештеңе мұқтаж емес. Так что бізге болады. Ой, қойшы, мен бәрібір қорқамын. Немене қорқасың? Мен айтып тұрмын ғой саған, мен айтып тұрмын, давай. Сол сенің айтып тұрғаннан қорқамын мен. Неге болмас сен? Ой, қойшы. Мен бүкіл сұлулығым, бүкіл әдемілігім саған арналған деп уәде бердім ғой. Сен де сөйтіп уәде бергенсің. Болды ғой енді. Енді келіп алып достарың үшін орамалың шеш дейсің. Сонда сен маған өзің үшін үйлендің ба? Әлде біреу үшін үйлендің ба? Пожалуйста, сенің алдыңда жалаңбас жүре берейін. Бірақ мен көшеге жалаңа шыға алмаймын. Мен үшін істемей қойшы, мен сен білемін ғой қандай екеніңді. Мен сөйтіп қазір барғанда сен енді ел қарамай ма саған қызығы, мә қандай келіншек ертіп алған мынау, мә демей ма? Қалай ол? Екеуміз үйленген кезде имам некемізді қиғанда айтқан өсиеті есіңде ма? Егер әйел 5 уақыт намазын оқыса, оразасын ұстаса, күйеуінің разылығын алып, арын сақтаса, 8 жәннаттың қалаған есігінен кіреді деген. Мен осы күнге дейін соның бәріне шамам жеткенде амал етіп келемін. Ал сен просто түсінбейсің. Мен жәннатқа кіргім келеді. Переживать етпейші, кіресің саған, кіресің сен. Именно сен кіресің шығарсың не? Жыламашы болды. Мен кішкене бір нәрсе болса болып шығады. Деп шығасың. Дерзкая болса, дерзкая. Так деп жүретін. Так деп сөйлейтін болса, не ол? Деп. Мен ондай бола алмаймын. Кешір, бірақ мен
Құдайдың әміріне қарсы шыға алмаймын мен. Мен саған қарсылық деп жатқан жоқпын ғой, мен саған қарсылық деп. Мен саған жақсы болсын деп жатырмын. Саған жақсы емес жүрген. Мен саған жақсы болсын деп жатырмын. Сен үшін ойлап жатырмын ғой мен. Сен жақсы деген нәрсең жаман болып шығуы мүмкін. Жаман деген нәрсең жақсы болып шығуы мүмкін. Сен білмейсің. Сені, мені, бүкіл әлемді жаратқан Алла жақсырақ біледі. Одан да атам сияқты намаз оқымайсың ба? Намаз ол парыз. Ой, болды, қойш. Не болды сонша? Не? Ақыл айтып өзінше ол. Не, молдасың ба не? Не, фанат болмаса, фанат етеді. Не болды сонша? Фанат болып кеткенсіңдер еді. Атаң екеуі. Бір жағынан сен шығасың, жетпе. Әкем шығады. Өйтпе балам. Жамандық істеме, намаз оқыма деп әкем. Ой, істеме, жата бер, сіз айтып отқан жоқпыз. Не болды? Не болмады десеңші? Намазыңыз қабыл болсын, ата. Әмин. Ай, не болды? Істеме болған жоқ. Жат, демала берсең, ешкім сіз шақырған жоқ. Даусың жарқын шығып жатыр ғой. Бұдан да қатты шығатын еді, сізге қалдыңыз ғой. Не болып қалды енді? Ештеңе болған жоқ, ой. Сіздің әңгімеңіз сол баяғы. Келіңіз де әңгіме айтып, ақылды болып маған, екеуіңіз. Жоқа шақырған, Жоқа. Құтты болсын. Құтты болады, қалай құтты болады? Қалай бар, мен бар соға барайын десек. Намаз оқы, бір нәрсе, өйтпе, жаман істеме. Сол намаз кейін-ақ оқысақ болады ғой, жас келген кезде. Қазір жаспыз ғой, жүріп қалмаймыз, ертең үй-үй жүргенде өтіп кетсек не болады ал? Бәрі қалады. Кім шақырып жатыр дедің жаңа? Жоқа шақырып жатыр. Сол кездесулеріңді кейінге қалдыра салсаңдар болмай ма осы? Не деп тұрсыз, әке, білесіз ба не айтып тұрғаныңызды? Жоқа шақырып жатыр, сізге анау шақырып жатқан жоқ. Жоқа базген шақырып жатыр. Егер мен бармай қалайын соған, бітті бәрі. Ол күнде кімді болсын соны шақырады дейсіз ба? Таңдап шақырады ол. Соған мен ілініп отырмын, білесіз ба? Ертең бармай қалайын, жұмыстан кетеміз, қайттан бейшара отырамыз сөйтіп. Кейінге қалдыр дейді, ол кейін. Қалай қалдырасыз оны кейінге? Бастық шақырып отырса. Мәне балам, намаз да тура осындай. Оны қалай кейінге қалдырмақсың? Жоқ, енді ол деген, ол бізді жаратқан Алланың тікелей бұйрығы ғой. Ол деген мұсылманның миғраж емес пе? Адамның Аллаға ең жақын сәті басының сәждедегі кезі делінген. Пайғамбарымыздың өзі, намаз көзімнің қарашығы деген жоқ па? Балиғатқа толған әрбір мұсылманға парыз нәрсе бұл. Қасиетті Құранда, Мұхаммед, саған уақи етілген кітапты оқып, намазды орында. Күдіксіз намаз арсыздықпен жамандықтан тият делінген. Бізге мұна жерді бесік, көкті шаңырақ, күнді шырақ етіп берген Аллаға неге шүкір демейміз осы, Как будто мен шүкір демей жүрген адам сияқты. Шүкір деген мен де ақ болсын, міне шүкір деп келатырмын ғой мен осы күнде. Шүкір, міне тағы айтып жатырмын, шүкір. Құр ауызбен айтқан шүкірлік аз болар балам. Ой, қойыңыз. Шынайы шүкірліктің дәлелі ол намаз емес пе? Барлық күнәлары кешіріліп қойған пайғамбардың өзі аяғы ісігенше намаз оқитын. Оған келіп, я Алланың елшісі, сіздің алдыңғы және соңғы күнәларыңыз кешіріліп қойған ғой. Неге сонша өз-өзіңізді қинайсыз дегенде, мен шүкір еткен пенделерден болмайым ба деген. Құрғақ қасық ауыр жатады дейді балам. Әке, түсіндім. Босқа ауызбен шүкір дей берме дейсіз ғой. Мен ода емес проблема, да? Әке, мен оқимын, да? Мен оқиып, білесіз ғой, мен баяғыда оқыдым. Қалаға келген кезде, күріш болып жүргенде, ол жерде намаз оқитын жер бар еді. Қазір жұмыста намаз оқитын жер жоқ қой бізде. Қалай қойсыз? Намаз оқу үшін ең бастысы жер емес, иман мен махаббат болса болды емес пе? Өзің де жақсы білесің ғой балам. Әке, оны оқимын мен. Ода проблема жоқ, әке. Оқимын берсе. Күнде айтып жатсыз ғой, үстіп жүр, оқып жіберетін сияқтысыз ғой бәрібір. Бірақ, әке, мен бір нәрсе сұрайын деп едім. Сіз рұқсат бересіз ба? Жақсы нәрсе болса неге бермеске? Келіңіз екеуміз ана Жоқа шақырған жер барайық.
Хөп барыңда рұқсат, оған рұқсат. Жоқ, оған бересіз ғой рұқсат, бірақ тағы бір нәрсе сұрайын деп тұрмын ғой, соған просто келініңіз әшейін бір кішкене әдемілеп, бір киініп, прическа жасап барсақ деп екеуміз ақылдасып, Тәйт, балам, не айтып тұрсың? жоқ, Келінің орамалына тиіспе. Әйел орамалын шешсе арын ұмытады. Күйеуінің барын ұмытады. бәрібір қарай береді олар. Сондай әп-әдемі сұп-сұлу келіншегін бақандай екі баласымен тастап кетті ма не? Қайда, наоборот, Жохан екі баласымен тастап кетіп отыр. Қалай? Көзіне шөп салды да өзінің бастығына тиіп кетті. Жохан, аузыңды аңқайтпай дұрыстап өтсе, қазір күйдіресің. Деп отыр қазір. Қалай сондай екі баласымен бастығына Спокойно. Спокойно. Күйдірдің мәне. Айттым ғой саған күйдірсің деп. Дұрыстап өтемейсің ба, қай жері? Саусағым күйді. Ой, саусақ. Сен шалбарды күйдірдің ма, жаның қалмады ғой. Сен точно күйдірмей тұрғанда осыны киіп алмасың ба? Ой, Құдай-ай, ой Алла, кешіре көр. Мен күйеуімнің бір ауыз көзіңе қараға деген сөзіне қарсы шығам деп саусақтарым күйдіріп алдым. Ал жұрттың келіншектері күйеуінің көзіне шөп салып басқа біреуге тиіп кетіп жатыр. Олардың жағдайы не болады екен? Ойбай, жаман ғой, а. Ой, Құдай сақтасын. Мынаған паст жағу керек. Қалай? Әп-әдемі болып кеттің. Да? Сұп-сұлу болып кеттің. Қыздардың бәрі сөйтіп айтады ма? Ау? Қыздардың бәрі не? Жоқ, қайда қыздар емес. Қыздардың бәрі дедің ғой? Жоқ, қыздар емес, қырғыздардың бәрі сөйтіп айтады деймін. Қай қырғыздар? Базарға барса қырғыздардың бәрі сөйтеді ғой. Адам болып қуатсыз. О, байеке адам болып қуатсыз деп. Қыздар сөйтеді ғой. Кешке жіберейін деп тұрсың ғой. Аспанға қараймын жолыңды. Деп тұрмын. Ел ғой. Тыңдашы. Деп тұрмын. Мен бармай қоя салайыншы. Не, билей алмайсың ба не? Жоқ, не, ыңғайсыздан бір түрлі ғой. Өзің бара берші, шын айтамын. Үйретем ғой, қорқпасайшы. Қойшы. Аспанға қараймын жұлдызды саны. Қыздар сөйтеді. Ұмыт қалып тұр. Шын айтамын, мен продуктіге бара берейінші. Давай, кейін, кет, болшы. Басыма қазір кешігеміз. Киіп тұрғанда басқа киіп алсайшы, нормальный киім киіп алшы. Не, бұлай кіргізбей ма не? Жоқ, кіргізеді ғой бірісі. Кішкене бүйтіп, кішкене өйстіп барасың ба не? Бір әдемі көйлек киіп алсайшы, кішкене қысқалау бір әдемі прическа жасап. Бұдан басқа көйлек жоқ, осы сосын тура осының қызылы бар. Вообще көйлегің жоқ па не сен? Жоқ. Мүлдем жоқ көйлегің. Маған керек емес, мен үйде отырмын ғой. Қойшы. Давай, не емес проблемасы, ақша бар ғой, ала саламыз жолдан. Жоқ, керек емес. Мен сыйлық. Қажет емес, маған шын айтамын. Жарайды, айтпай ақ қой. Жоқ, жетеді маған осы екі. Айтпай ақ қой, ана бір сары көйлегің бар еді, кім? Қай сары көйлек? Жоқ, сен деймін. Бір сары көйлек әперемін, бір әдемі. Керек емес маған, шын айтамын. Көрген мен саған специально көріп қойған арнайы. Жоқ. Осы саған бір әперіп қояйыншы. Размері қандай еді сен? Шын айтамын, маған қажет жоқ, осы берсін қызы бар. Болды, өзім тауып аламын, сен размермен Ләйлаң сияқты ғой, болды. Турасың ғой, қай Лейла? Немене? Мен саған ештеңе деген жоқ қой. Лейла дедің ғой сен? Жоқ, Лейла қалқамай деген әндер болады деп жатырмын да. Өтірік айтпашы, мен құлағым естіді ғой, Лейла дедің ғой. Жоқ, мен саған ештеңе деген жоқпын деймін ондай. Білдім қай Лейла. Өтірік соқпа, сенбе олардың бәріне, ол бәрі өтірік. Ондай ештеңе болған жоқ. Әпкең Лейланы айтасың ба? Ой, оны кие алмаймын мен. Тура сондай ғой, размер сен, бәрі бірдей емес па? Рахат өзі тауып береді ғой. Ондай ашық-шашық кие алмаймын, айтып ғой саған. Қорқпасашы, мен айтып тұрмын ғой, давай, киіп ал, бұл жолдан алып беремін. Неге қинайсың мені? Қазір барған кезде қалай сен, қазір бәрі келіншектер нетіп келеді, әдемі елікте алып келеді, сен гүр. Балам тұр, шайыңды іш, тамағың дайын, қажы қартам дейсің бә? Аппетит ашылып кеткен ғой. Неше түрлі қызық бар ғой, бір күні сүртіп тұрсам, бір кезде бейт қалсам, тұр ауылда жеңгем болып қалғам ғой. Қайным, тұр шайыңды іш. Неше түрлі ғой, қарын ашқан кезде жаман ғой. Сүртіп атсам, атам ақсақ қоған ғой, сақалды. Болды ма? Иә. Міне,
Костюмің дайын. Так. Малды, шалбарым берсеңші. Шалбарым бере сал. Шалбарыңды да киесің бе? Сен қызықсың ба? Менен сонда үстіме костюм киіп бұтым жалаң болып барам ба неме? Иә, қазір. Немене миың ашып жүр сенің, а? Қызық бар ма? Кешке жіберейін деп тұрсың ба? Атамдан бал немене күтіп жатсың сен? Мынаның астын үстесейші мына шалбарын. Ой, иә, қазір. Неме оғын? Ой, деп миы ашып. Біресе өзің дайында, біресе киім дайында, біресе атам дайында. Не болды? Продуктіге барамыз ба? Сен осы продукттен басқа не білесің өзің? Қайдан білейін? Продуктіге барамыз. Саған тұрмысқа шыққалы бері продукттен басқа ешқайда шыққан жоқпын ғой. Қойшы отырсақ башы, өткені продукты базарға бардың ғой жағында. Кейін базарға да тағы барып қайттың. Иә. Вечерге барамыз. Вечерге пати. Закрытый банкет. Пати, вечеринка. В общем, продуктыға барамыз. Дайындал берші. Сол жақсы түсіндіріп. Рахмет. Рахмет, өздерің. Кіре беріңіздер. Рахмет. Қай магазинге продуктыға барамыз? Ол магазинде бар ғой, бәрі тегін. Тегін, ақша төлемейсің, жей бересің болды. Қалай сонда? Төленіп қойған. Ойбай, ол қандай магазин соншама? Сұрық өтіп кеткен заттар шығар. Ондай болмайды ғой. Неге? Жоха шақырып атқан. Соған баруымыз керек. Не, туған күні ма не? Қайдағы туған күні, басқын туған күні білесің ғой, мен 10 күнге бірақ кетем ғой. Иә. Жоға шақырып атыр. Келіншектермен кеңдер. Келіншектер барын. Келіншектер жоқтарын қыздармен кеңдер. Бойдақтар кеме қойыңдар. Соған амал жоқ, екеуміз баруымыз керек болып тұр. Неге? Неге? Үйленіп жатыр. Туған күні ма не? Туған күні емес екен ғой. Үйленді ғой. Қалай? Соған келіншегімен таныстырам дейді, семейіне араласайық дейді. Қалай? Оның әп-әдемі сұп-сұлу келіншегі бар еді ғой. Айтпа. Сұлу болғанда шынымен сұп-сұлу еді ғой. Иә. Аяқ қолы балғадай оқтай еді ғой. Иә. Ана бүйтіп жүрген кезде жұмыстағылардың бәрі оянып кететіміз ғой бүйтіп. Ана бүйтіп келген кезде бар ғой, мынандай қысқа юбкамен бүйтіп келген кезде ше, шашым бүйтіп жай жүргенде ұшыңго еді ол шашы бар ғой. Ұшыңго деп кәдімгі. Ұшыңго деп лақтыратын да. Бәріміз деген жүрістің өзі кәдімгі тақ деп жүрген бәрімізге Алсашы. дейді, болмайды ғой, сөйтіп қарауға ше, мен де айтам я. Қойсаңдар ше, біреудің келіншегі қой ал деп сөйтем ғой мен ше, бәріне.